Еліміздің екі бірдей өңірінде қуаңшылықтан жаппай мал қырылып жатыр. Ақтаудың жылқылары кетіп барадыр, көшіп барадыр, жерде дым жоқ. Давай, девочку. Давай, хорошая, давай. Өлейін деп отыр, тұрмайды. Шөп жоқ міне. Қараңдар, картон мынау дейді, картон міне. Ассалаумағалейкум. Қымбатты қазақ елі. Мен кешегі қуаңшылық тақырыбына сай әзір Сараға Шымкент жолындамын. Бұл жерде қамсек, қияқ шөп деген шөптер бар да, бұның нәрлі шөп бұл дейтін. Осыны мен әзір суға батып кетсем де, осыны оруға әрекет етем. Мына жерде жаңағы құрмет бауырымыздың Маңғыстаудағы бүкіл малдардың қырылып жатқанын көріп, жас болса да бас болып алдыға шығып, жан айқаймен бүкіл қазаққа үндеу тастағаны бізді бей-жай жатқыза алмады. Алматыдағы даму бизнес клубтегі жігіттері ақылдаса келе, екі адам осы жаққа өзімізбен көрейік деп келдік, досымыз екенбіз. Құрмет бауырымыз бастаған кезде алдымен жүгіріп келген жігіттер міне осы жерде тұр. Балотаға түсіп отырып, қолдарын қамыс тілсе де, мына жаққа кеп жинап беріп жатыр. Таңғы сағат 5-те тұрады, кешкісін жай қайтады, осы жерде бел шешіп жұмыс істеп жатыр. Жер ана жылап, атапа жылап жатса, мен қалай жыламай отырам? Бұлайша, көңілімді босатып, біраз уақытқа мен бұрын ешқандай жыламаған ғой. Бір сағаттай, жарым сағаттай жылап алдым да өксіп тұрып. Бір пресс жесе де бір жылқы әйтеу бір өлім мен өмір арпалысында біраз болса да жарық дүниені көріп қалады да, соны армандадым ғой. Атырау жігіт айтады ғой, Шымкент өзбек болып кеткен, өзбек мінезді, не деп шын айтсам, бәріміз қазақпыз, алпаққа не емеспіз. Біздің жанашырлы, бауырлы болып. Мен ана рыза болдым анау. 12-15 газет жіберді ғой Атырауда, арысқа. Соны рызашылығы бес болмаса, осындай мен қайтарайшы деп ниетпен не болып сөзінің ашығы да былай дегенде. Шамалап отқанымыз 70-80 мыңдай пресс ашын ойнап жіберген ниетіміз бар. Халықпен әрине, өзіміз емес, халқыма рахмет. Нұрпейіс ағамыз 250 пресс тастады. Алла разы болсын, 1000 есе сауаптан қайтарсын. Сарыағашта Жайлы шаруа қожалығының басшысы болам. Мынау Маңғыстаудағы ағайындарымызға шөп жіберіп жатыр. Мынау Құда қаласа бір КАМАЗ, бір мәшін шөп әкелдік. Басқа ағайындарды да шақырамын, осындай көмекке. Бұл енді аз да болса көмегіміз болады. Алматы облысы Кербұлақ ауданы Қосағаш деген ауылдан келдім. Осы жерден 1300 километр жер екен. Қаншама бауырларымыз келіп жатыр. Солардың бірі болып мен де қасына барып бір түйір шөп болса да көмектесейін деген ниетпен келдім. Көріп жатырмыз осы жерде қаншама адамдар тегінде әкеп беріп жатыр шөбін, суын, жаңағы жұмыс істеп жатқан адамдар деген бір-біріне деген бауырмашылықтары керемет болып жатыр да, бір-бірлерінен қатты әсер алып, бұны тоқтатпау керек, жалғастыру керек, барша бүткіл Қазақстанға жаңағы үндеу қылдыру керек, осымен ғана тоқтамауымыз керек. Жүректі қатыгез тас қылуға да болады да, бірақ біз адамбыз ғой. Құдай қуат берсе, біздің шөп жинау асарымыз күзге шейін, қар жауғанға шейін жалғасады дейміз.